Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен пицца жасайтын боламыз. Пиццериядағы пиццаның дәміне өте ұқсайды. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Алдымен жылы су керек. Тұз қосамыз, қант қосамыз, ашытқы қосамыз, жақсылап араластырамыз. Сосын сұйық майымызды қосып, араластырып аламыз. Енді ұнымызды қосып, илейтін боламыз. Міне осылайынан илеп жатырмын. Жақсылап отырып илеп аласыздар. Рецебін міндетті түрде астына жазамын. Бұл біздің 10 пиццаға жасалған тестамыз. Көріп тұрғандай осылайынан илеп, бетін жауып, көтерілгенше тосамын. Міне біздің нанымыз көтерілді. Енді бұны өлшеп отырып 10 бөлікке бөлеміз. Әр қайсысы 280-290 примерно сондайдан болу керек. Дайындап бұны морозильникке 1 айға дейін қатырып қоюларыңызға болады. Сосын кез келген уақытта алып жасай бересіздер. Міне осылайынан бөліп алдым әрқайсысын. Енді бұны өзіме керегін алып жасаймын да, керек емесін морозильникке қоямын. Енді үстіне соусын жасаймыз. Томат, оған қант, тұз қосып және орегано қосамыз. Жақсылап отырып араластырамыз. Міне осындай болу керек. Орегано міндетті түрде қосасыздар. Енді 30 сантиметрлік пиццаның ыдысына жасайсыздар. Мен духовканың өзіне жасадым. Осылай жәнегі дайындалған соусты бетіне жағып, пиццаға бортик шығарамыз. Енді үстіне сырымызды қосамыз. Барлық сырымызды осылай пиццаның бетіне сеуіп шығамыз. Сырларыңыз неғұрлым көбірек болса, пиццамыз дәмді шығады. Енді колбасаларымызды осылайынан қоямыз. Сосын қызып тұрған духовкаға 7-8 минутта пиццамызды пісіріп аламыз. Алдын ала духовканы қыздырып қоясыздар. Міне біздің пиццамыз дайын. Небәрі 7-8 минутта пісіп шығады. Сізде осы рецепт бойынша міндетті түрде жасаңыз. Рецепті астына қалдыратын боламын. Бұл рецепт бізде 10 пиццаға арналған. Сіз өзіңіз 2, 3, нешеу жасайсыз, соған байланысты бөліп, есептеп, шығарып алып жасайтын боласыз. Міне көріп тұрғандай өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Пиццериядағы пиццадан кем емес. Сізде үй жағдайында өзіңіз жасап, міндетті түрде комментарийға бөлісіңіздер қалай шыққаны туралы. Және осы рецептпен құрбыларыңызға, таныс туыстарыңызға жіберіп бөлісуге болады. Ал сәттілік сіздерге.